Қайтарымсыз 400 МРП, яғни 1.225.200 теңге грантын қалай аламыз? Яғни жалпы бұл грантқа қатысу үшін жалпы сізде 2 шарт орындалу керек. Біріншісі сертификатыңыз болу керек. Бастау бизнес жобасын оқыды деген, екіншіден бизнес планыңыз болу керек. Үшіншіден сіз осы бизнес планға поток ашылған кезде, өтініш беру басталған кезде өтініш беріп үлгеруіңіз керек. Төртіншіден, сізді ең соңғы қорытынды комиссияға шақырады. Комиссиялар сіздің бизнес планыңызды тексеріп, сізге бірнеше сұрақтар қояды. Содан комиссияға сіздің бизнес планыңыз ұнаса, онда сізге 1.225.200 теңгені береді. Яғни, сіз ол үшін бизнес планды еңбек бизнес KZ сайтына кірген кезде сол жақ бетінде, яғни бизнес жоба, бизнес план деп жазылып тұрады. Соны басу арқылы өтсеңіз, оң жақ жоғары жағында, яғни бизнес жобаны енгізу немесе шаблон үлгісін алу деген тұрады. Сіз сол үлгіні скачать етіп алып, соны үлгі бойынша толтырып, өз бизнес планыңызды есептеп, толық жазсаңыз болады. Соны жазып, сіздің бизнес планыңыз дайын, және курстан өтіп, бастау бизнес жобасын оқыту, яғни сертификат аласыз. Оны алу үшін келесі менің видеомда бар, соны көрсеңіз болады. Сол видеоны қарау арқылы, онда қалай сертификатты алу керек, рет-ретмен айтылған, сол видеоны қараңыздар. Сертификат алғаннан кейін, яғни сертификатыңыз бар, бизнес жобаңыз дайын болса, келесі поток ашылғанын күтесіз. Келесі поток ашылған кезде сіз бірден мәртебені тексеру дегенді басасыз. Бұл тек қана поток ашылған кезде ғана мәртебені тексере аласыз. Мәртебені тексеруді басасыз, 1-2 минутпен 2 күн аралығында сіздің мәртебеңіз тексеріледі. Тексеріліп біткеннен кейін сізге сообщение келеді телефон номеріңізге. Сол номер келгеннен кейін сіз бизнес жобаңызды енгізіп, және өтініш беру кнопкасын басу арқылы сіз өтініш бере аласыз. Ал сертификат автоматически өзі сіздің сайтыңызда, өзіңіздің кабинетіңізде сақтаулы тұрады. Ол 3 жылға жарамды. Солай өтініш бересіз, сосын комиссияның шақырғанын күтесіз. Телефон номеріңізге сообщение келеді. Шамамен 10 немесе 2 аптадан аралығында сізге телефон номеріңізге сообщение келеді. Осындай мекен жайға, осындай сағатқа келіңіз деп. Сізді қайда шақырады? Сізді сіздің өзіңіздің тіркелген пропискаңыз бойынша аймаққа жақын маңдағы әкімшілікке немесе өздерінің бастау бизнестің центріне шақырады, центрларына. Жалпы осы